Сәлем достар, мен бүгінгі видеода Fibonacci'ді қалай дұрыс сызамыз, сол туралы айтатын боламыз. Fibonacci'ді дұрыс сызу үшін бізге трендті анықтап болу керек. Баға жоғары кетіп жатыр ма, төмен кетіп жатыр ма? Мысалы, мына жерден көрсететін болсам, баға төменге қарай кетіп жатыр. Біз мына жақтан жоғары жақтан коррекция Fibonacci дегенге кіреміз, расширенный Fibonacci таңдаймыз. Егер жоғарыдан төмен кетіп жатса, жоғарыдағы ең жоғарғы нүктемен ең төменгі нүктеге дейін алып барамыз, қайтадан ең жоғарғы нүктеге алып барамыз. Бізде төменгі жақ зона дискаунт, жоғарғы жақ зона премиум деп аталады. Біз зона премиумнан шортқа кіретін подтверждение іздейміз. Осы жерлерден біз шортқа кіретін подтверждение іздейміз. Ал зона дискаунттан біз лонгқа кіретін подтверждение іздейміз. Егерде восходящий тренд болатын болса, онда біз Fibonacci'ді былай сызамыз. Ең төменгі нүктеден, егерде восходящий тренд болатын болса, баға жоғары қарай кетіп жатқан болса, онда ең төменгі нүктеден алып, ең жоғарғы нүктеге алып барамыз, қайтадан ең төменгі нүктеге алып келеміз. Бұл жерде төменгі жақ бізде зона дискаунт. Бұл жерде де солай. Төменгі жақтан лонг позиция ашатын подтверждение іздейміз. Где-то мына жерлерде немесе мына жерлерде бізге лонгқа кірсек болады. Ал жоғарғы жақтан біз шортқа подтверждение іздейміз. Дәл қазір баға, енді сіздерге дәл қазіргі бағамен көрсетейін. Дәл қазіргі бағамен бізде қазір нисходящий тренд кетіп жатыр. Демек біз жоғарыдан төменге қарай сызамыз. Ең жоғарғы нүктесі мына жерде, ең төменгі нүктесі осы жерлерде, қайтадан жоғарыға алып келеміз. Біз төменгі жақтардан зона дискаунттан шортқа подтверждение іздеуіміз керек. Енді мына жерлерден біз шортқа, мына жерлерден дәл қазір біз шортқа кірсек болады. А егер де баға мына жақтарда жүретін болса, онда біз лонгқа подтверждение іздейміз. Бұл түсінікті деп ойлаймын. Енді дәл осы жерден сіз лонгқа немесе шортқа кірем деп тұрсаңыз, онда Fibonacci'дің басқа түрін қолдансақ та болады. Главное, біз бұл жерде анықтап аламыз лонгқа немесе шортқа кіретінімізді. Ал одан кейін біз стоп-лосс пен тейк профитімізді қоюымыз керек. Ол үшін егер де шортқа кіретін болсақ, короткая позиция деген таңдаймыз. Ал егер де лонгқа кіретін болсақ, длинная позиция деген таңдаймыз. Мына жерден біз қазір баға түседі деп ойлап отырмыз. Зона дискаунтты анықтап алдық. Енді бізге бұл жерден шортқа подтверждение іздеу керек. Где-то осы жерлерден шортқа кіреміз. Біз короткая позицияны таңдаймыз. Мына жерден осы жерден шортқа кірем десеңіз, осы жерге қарай басасыз. Мына жерде сізде стоп дегенде 2,5% деп тұр ғой. Соны 1%-ке дейін түсіріп аламыз. Мен алдыңғы видеода айтқан болатынмын. 1,3 деген планмен кіреміз. Минусқа кетсем 1% кетем. Пайда тапсам 3% табам деген сияқты. Мына жерде 3%. Міне, стопты где-то осы жерлерден қоямыз. Осы жерлерге біз стоп қоямыз. Тейк профитімізді осы жерлерге қоямыз. Ал егер де лонгқа кіретін болсақ, онда длинная позиция деген таңдаймыз. Мысалға, басқа бір жерді алып көрсетейін, лонгқа кіруге болатын. Мысалы, мына жерде сіз уже лонгқа кірем деп ойлап отырсаңыз, онда мына жерден длинная позиция деген таңдап аласыз. Мына жерден лонгқа кіретін болсаңыз, осы жерге басасыз. И өзіңіздің стопыңыз бен тейк профитіңізді қойып аласыз. Стопты 1% дегенге қоямыз. Пайдамызды 3%-ке қоямыз. Тейк профитімізді жоғарыға қоямыз. Бұл жерде біз тейк профитті неге төменге қойдық? Өйткені біз баға түскеннен пайда көреміз деп кірдік қой, сондықтан төменгі жаққа қойдық. Мына жерде біз неге тейк профитті жоғары қойдық? Біз баға өскеннен пайда көреміз деп қойдық қой, сол үшін жоғары қоямыз. Тейк профитті пайдаға қоямыз, стоп-лоссты шығынға қоямыз. Жалпы Fibonacci туралы осы. Сіздер де рынокқа кірген кезінде осылай Fibonacci'ді қолданып, өздеріңіздің стоп-лосстарыңызды, тейк профиттарыңызды қойып, бағаның өсу түсуін бақылап көрсеңіздер болады. Егер де сіздерге осы видео ұнаған болса, онда лайк басып, подписка жасап, комментарий жазып, каналға тіркеліп кетіңіздер.